бастауыш мектебі, бастауыш сынып мұғалімі Қожакова Ақмарал Қалмақовна. 2-ші сынып. Сабақтың тақырыбы үшбұрыштардың, төртбұрыштың, шаршының периметрі. Оқу мақсаты 2-3-1-3. Көпбұрыштардың қоршаған ортадағы заттар қабырғаларының ұзындығын өлшеу, периметрді табуға арналған формулаларды құру және қолдану. Бағалау критерийлері: геометриялық фигуралардың ұзындықтарын өлшейді, формула бойынша геометриялық фигуралардың периметрін табады. Периметр дегеніміз, балалар, ертеде гректер өз үйінің аумағын қадымдап жүріп өлшеген. Пери қадымдап, метри өлшеу деген мағынаны білдіреді. Енді балалар, қазір біздер алдымыздағы бейнероликке назар аударайық. Аға, не өлшеп отырсыз? Гүлегілген ағаш отырғызылған учаскелерге қоршау салу үшін олардың периметрін есептеп отырмын. Периметр деген не? Фигураның периметрі дегеніміз оның барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы немесе тұйықталған сынық сызықтың ұзындығы. Периметр латынның пи әрпімен белгіленеді. Периметрді есептеу үшін миллиметр, сантиметр, метр және километр сияқты ұзындық өлшем бірліктері қолданылады. Мына учаске көп бұрышты. Сондықтан әр буынның ұзындығын есептеп жүрмін. Егер тік төртбұрыш болса, периметрін табу үшін ұзындығы мен енін өлшеп алып, 2 реттен қосамыз. Ал шаршының периметрін табу үшін бір қабырғасын өлшеу жеткілікті. Өз-өзіне 4 рет қосасың. Түсіндім. Мысалы, қабырғасы 5 сантиметр шаршының периметрін табу үшін 4-5-ті қосамыз. Шаршының периметрі 20 сантиметрге тең болады. Ал ені 3, ұзындығы 5 сантиметр болатын тік төртбұрыштың периметрін табу үшін ұзындығы мен енін 2 реттен қосамыз. Бұл тік төртбұрыштың периметрі 16 сантиметрге тең болды. Жарайсың, Дана. Мына бос жатқан учаске. Ал енді балалар, келесі тапсырмаларға көңіл аударайық. Алдарыңызда тіктөртбұрыштар мен үшбұрыш берілген. Сол тіктөртбұрыштардың және үшбұрыштың периметрін берілген формулаға салып, периметрін анықтап өлшейміз. Тіктөртбұрыштың ұзындығы мен енін өлшейді. Көрсетілген формула бойынша периметрді әртүрлі тәсілмен табады. Үшбұрыштың периметрін табады. Енді балалар, жарайсыңдар. Естеріңде болсын, көпбұрыштың периметрі бұл тұйықталған сынық сызық ұзындықтарының немесе оның барлық қабырғалары ұзындықтарының қосындысы. Сіздердің алдарыңызда суретке қараңыздар. Бала не істеп жатыр деп ойлайсыздар? Қазылған қазыққа арқан байлап жатыр, дұрыс айтасыздар. Не үшін қазыққа арқан байлап жатыр деп ойлайсыздар? Сол жерге шұңқыр қазбақшы, дұрыс айтасыздар. Енді осы қазылатын жердің, шұңқыр қазатын жердің ұзындығын сендерге берілген, осы өлшем бірліктер арқылы сіздер периметрін табыңыздар.
Көпбұрыштардың қабырғаларының ұзындығын анықтайды. Көпбұрыштың периметрін формула бойынша есептеп шығарады. Жарайсыздар балалар. Енді алдарыңызда екінші тапсырма. Өз пікіріңді білдір. Тіктөртбұрыштың шаршының периметрін тап. Бұл фигуралардың периметрін қалай әртүрлі есептеуге болатынын түсіндір. Тіктөртбұрыштың шаршының қабырғаларының ұзындығын өлшейді. Тіктөртбұрыштың шаршының периметрін формула бойынша есептеп шығарады. Енді балалар, қазір барлығымыз орнымыздан тұрып сергіп алайық. Ол үшін сіздерге қазір пішіндер әні ойнатылады. Сол әнде қандай пішін айтылса, сол бойынша сіздер билейсіздер. Мен сэндвич, мен өтөк, мен торғайдың тұмсығы, мен желкен, мен күшік, ой, әзіл деймін, күшік емес. Ақшамын төрт жағым бар, төрт жағым менің бірдей, кел ойнайық балақай. Мен суреттан, мен терезе, мен шахмат тақтасы, мен тағы теледидармын, мен жастайдың жастықпын. Үшінші тапсырма. Көпбұрыштың периметрін тап. Берілген көпбұрыштардың периметрларын өлшей отырып, қабырғаларын өлшей отырып, сіздер көпбұрыштың периметрін табасыздар. Ал енді балалар, қазір біздер практикалық жұмыс жүргізейік. Алдымызда қабырғаларының ұзындығы 21 сантиметрден тұратын шаршы тәріздес ақ парақ аламыз. Қане балалар, аламыз. Енді осы ақ парақты ортасынан бүктейміз. Бүктей отырып, қабырғаларының ұзындықтарын өлшейміз. Ұзындығы 21 сантиметр, ені 10 сантиметр болды. Осы ұзындығы 21 сантиметр және ені 10 сантиметрден тұратын тіктөртбұрыштың периметрін дәптерлеріңізге таба қойыңыздар. Жарайсыздар балалар. 62 сантиметр шықты. Енді осы тіктөртбұрышымыздың ортасынан теңдей бүктейміз тағы да, және қабырғаларының ұзындығын өлшейміз. Бір қабырғасы 10 сантиметр, екінші қабырғасы 10 сантиметр шаршы пайда болды. Сол шаршының периметрін дәптерлеріңізге таба қойыңыздар. Шаршының периметрі, дұрыс айтасыздар, 40 сантиметр болды. Енді осы шаршы тәріздес парағымызды ортасынан теңдей тағы да бүктейміз. Қандай фигура пайда болды балалар? Үш бұрыш пайда болды. Осы үш бұрыштың қабырғаларын өлшейміз. Бір қабырғасы 10 сантиметр, екінші қабырғасы 10 сантиметр және келесі үшінші қабырғасы 15 сантиметрден тұратын үш бұрыштың периметрін таба қойыңдар. Қанша сантиметр шықты? Дұрыс айтасыздар, 35 сантиметр шықты. Ал енді балалар, біздер қазір дұрыс емес ойын ойнап көрейік. Фигуралардың периметр дегеніміз оның барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы. Дұрыс па, әлде дұрыс емес пе? Дұрыс, әрине. Дұрыс екен. Периметрлерді есептеу үшін миллиметр, сантиметр, метр және километр сияқты ұзындық өлшем бірліктері қолданылады. Дұрыс па, әлде дұрыс емес пе? Әрине дұрыс айтасыздар балалар. Дұрыс. Шаршының периметрін табу үшін оның бір ғана қабырғасын өлшеп, өзін-өзіне екі рет қосамыз. Дұрыс емес, әрине дұрыс емес.
Тіктөртбұрыштың периметрін табу үшін ұзындығы мен енін өлшеп алып, 2 рет қосамыз. Дұрыс айтасыздар, балалар. Қабырғасы 3 см болатын шаршының периметрін 9 см-ге тең. Дұрыс емес. Дұрыс айтасыздар. Міне балалар, сіздердің бүгінгі сабақты қаншалықты түсінгендеріңізді осыдан көруге болады.